Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін сіздерге бетті 10 минутта теп-тегіс сәбидің терісіндей етуге көмектесетін керемет әдіспен бөліспекпін. Бұл пилинг үй жағдайында жасалынады. Теріңізде өлі қабатты алып тастап, бір слой теп-тегіс етіп қояды. Черный точкеге, безеулерге өте жақсы әсер береді. Бір ғана затпен жасалынады, аптекада кальций хлорид. Бұл әдісті мен бірнеше жылдан бері жасап жүрмін. Бұрындарды айтатын боламын. Енді жаңадан қосылған оқырмандарыма бұл әдісті көрсеткелі жатырмын. Бізге кальций хлорид қажет болады. Кальций хлоридті осындай ватный дисктің көмегімен бетімізге жағып аламыз. Одан кейін детский сабын. Детский сабын болмаса, кір сабын қолдансаңыздар болады. Мен бүгін детский сабын болмағандықтан кір сабынмен істеп көрдім. Кір сабынмен де жақсы шығады. Бетімізге кальций хлоридті жағып болғаннан кейін, ханымдар, көпіртіп аламыз кір сабынды. Көпіру керек. Сол кезде бетімізге жақ үйкелеген кезде бетімізді бір слой өлі терісі түседі. Теп-тегіс болып қалады беттеріңіз. Бір жасап болғаннан кейін екінші рет тағы да кальций хлоридпен сүртіп, тағы да осылай қайталап, полный бетіңізді бір жүргізіп өтсеңіздер болады. Одан кейін жуып, артынан крем жағып қойыңыздар. Бұл әдісті айына бір рет жасап тұрсаңыздар болады. Немесе 2 айда бір рет бетіңізде уже өлі клеткалардың пайда болып бастаған, яғни өзіңізге байқалады бетіңіз өңсізделіп бастаған кезде жасасаңыздар болады. Ешқандай да зияны жоқ, тек кальций хлоридке сізде аллергия болмаса болды. Мен бұл әдісті уже бірнеше жылдан бері қолданып келемін. Өте керемет көмегін тигізеді. Даже черный точкелердің өзін жақсы кетіреді мұрындың айналасындағы. Бұны түнгі уақытта жасауға кеңес беремін, және ертесіне шығатын болса, көшеге сіздерге міндетті түрде SPF жағып шығу керек. Өйткені күнге күйіп кету қауіп бар. Қазір күздің уақыты болғанмен SPF-ті біз қысы жазы жағу керекпіз, ханымдар, оны білесіздер ғой. Осы әдісті міндетті түрде жасап көріңіздер, беттеріңіз бір тыныс алып, дем алып қалады. Кәдімгідей тазарып, керемет болады. Мен өзімнің AGI отын жағып алдым. Бетім енді ұстаған кезде сәбидің терісіндей болып қалады. Теп-тегіс. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Нәтижесімен комментария бөлімінде бөлісіп, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де каналымда сіздерге пайдалы болатын, одан да керемет ақпараттарды алда салатын болам. Сондықтан колокольчик батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар.